Саламатсыңдар ма, оқушылар? Бүгін Қазақстан тарихы 7-ші сынып пән мұғалімі Серікбаева. Отарлау және ұлт-азаттық күрес бөлімінің 1822-1824 жылғы патша реформалар тақырыбын өтеміз. Бүгінгі тақырыбымыздың оқу мақсаты: патша үкіметі реформалар нәтижесіндегі әкімшілік аумақтық өзгерістерді түсіндіру. Бағалау критериялары: әкімшілік аумақтық өзгерістерді білесіңдер. Әкімшілік аумақтық өзгерістерді және салдарын түсінесіңдер. Бүгінгі сабағымызда кездесетін жаңа сөздер: реформа, округтық приказ. Реформа дегеніміз қайта құру, жаңғырту. Енді балалар, жағдайды жөндеу үшін қазақ даласындағы биліктің жаңа жүйесін жасау қажет болды. Бұл жұмысты патша Сібір шенеуніктерінің бірі генерал-губернатор Сперанскийге жүктеді. Сперанский орта жүздегі хандық билікті жоятын жаңа заңдар жиынтығын жасап шығарды. Ол бұрынғы декабрист Батикультпен бірге заңның алғашқы нұсқасын жазды. 1822 жылы 22 маусымда патша Сібір қырғыздар туралы жарғыны бекітті. Жарғы деп аталатын бұл заңның мақсаты Қазақстанның солтүстік шығысындағы әкімшілік, сот және саяси басқаруды түбірімен өзгерту болды. 1824 жылы Орынбор қырғыздар туралы жарғы қабылданды. Бұл жарғының мақсаты кіші жүзде хандық билікті жоюды қолға алды. Яғни бұл жарғыда кіші жүзде хандық биліктің 3 бөлікке бөліп жіберді: батыс бөлік, орта бөлік және шығыс бөлік деп. Яғни бұл 1822-24 жылғы реформаның негізгі мақсаты орта жүз бен кіші жүздегі хандық билікті жою болды. Қазақстанның саяси жағдайы 19 ғасырдың алғашқы ширегінде аса күрделі болды. Шығыс Түркістанда ағылшындар ықпалының күшеюіне жол бермеу үшін Ресей империясына қазақ өлкесін толықтай жаулап алу қажет болды. Ресей империясы сонымен қатар Үндістанға баратын сауда жолын қамтамасыз етуде Хиуа және Бұхар хандықтарын бағындыруды көздеді. 19 ғасырдың 20 жылдарында патша үкіметі Қазақстандағы хан билігін жоятын уақыт келіп жетті деген қорытындыға келді. Бұл негізінен бірқатар алғышарттардың жетілгендігін көрсетті. Балалар, үйге тапсырма: Вен диаграммасын құру, 1822-1824 жылғы жарғыны салыстыру. Сонымен сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.